Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсаты жасанды ортада өзінің қауіпсіздігін жоспарлау, өзінің жасанды ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау, нысанның басқа нысандарға қатысты орнын анықтау. Бүгінгі сабағымызды сәтті өткізу үшін біз мына өлең жолдарымен бастайық. Біз талапты баламыз, оқып білім аламыз, заттар сырын ұғынып ажырата аламыз. Күн сайын үйден шыққан адам түрлі жағдайларға кез болуы мүмкін. Ол қандай қауіп-қатерлер? Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Бірінші топ велосипедшілер, екінші топ жаяу жүргінші, үшінші топ жолаушы. Жаяу жүргіншілер сақтайтын ережелер. Тек жаяу жүргіншілер жолмен ғана жүр. Ешқашан көлік жүретін жерге ойнама. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолдан өтуге болады. Жаяу адам жүруге болмайтын жолдан өтпе. Бұл жаяу жүргіншілерге арналған белгі. Велосипедшілер сақтайтын ережелер. Саған велосипед сатып алып берсе, оны қандай жерде тебетінін біліп ал. 14 жасқа дейін балаларға көлік жүретін жолда велосипед тебуге тыйым салынған. Ал егер жолдан өту керек болса, велосипедтен түсіп, оны рөлін ұстап, жаяу жүргіншілер жолымен өтуін қажет. Бұл велосипедшілер жүретін белгі. Оқушылар, суретке назар аударыңдар. Бұл жағдай неге қауіпті? Қала көшелерінде велосипед тебуге арналған жол бар ма? Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Ал балалар тұрайық, алақанды ұрайық, оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, бір тынығып алайық. Жолаушының сақтайтын ережелері. Көлікте келе жатқанда терезеден басын шығарма. Көлік жүргізушіні алаңдатпа. Көлікке тек жаяу жүргінші жолы жағына мініп түсу. Оқушылар, енді топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, көшеде танымайтын адам сені алып келу үшін анан жұмсап жібергенін айтса, не істейсіңдер? Екінші топ, танымайтын адам сені мәшинеге отыруға шақырып, балалар бағдарламасына түсіруге алып баратынын айтса, еріп барасың ба? Үшінші топ, көшеде біреу қалдырып кеткен қапшық тауып алсаң, не істейсің? Оқушылар, сендердің алдарына қызыл, сары, жасыл түсті смайликтер берілген. Қызыл түсті смайликті бүгінгі сабақта қиындықтар болды. Сары түсті әлі де түсінгім келеді. Жасыл түсті бүгінгі сабақта жақсы түсіндім деген оқушылар тақтаға апарып смайликтерді жабыстырасыздар.